Біз биыл жыл басынан бері тәуелсіздік жылдары жаңғырған жаңа белестерге өрлеткен жетістіктерімізді зерделеп келеміз. Осы орайда тәуелсіздіктің ең құнды жемісі ауыл аймақтардың қайта түлеп, жаңарып қарқынды дамуы деуге болады. Мәселен, қала іргесіндегі Новый ауылдық округі Ақтөбенің дамуына айрықша үлес қосуда. Қазір 11 мыңнан аса тұрғыны бар ауылдық округте жыл санап тұрғын саны артып отыр. Новый ауылдық округінің құрамына Жаңақоныс және Құрашасай ауылдары кіреді. Орталығы Жаңақоныс ауылы. 53 жылдық тарихы бар елді мекенде жарты ғасыр бұрын 6 үй болған. Қазір тұрғын саны 9 мыңнан асып жығылады. Ауылдық округтің әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты. Көгілдір отын кіріп, сумен қамтылды. Айта кететін жай, Құрашасай ауылында өткен жылдары қанағат тұрғын үй массиві деп 477 жер телімі тұрғындарға тұрғын үй құрылысын салуға берілді. Осы аумаққа газ, су, электр желісін тарту мақсатында сметалық жобалар жасалынып, конкурсы жақын арада қалалық құрылыс бөлімінде ұйымдастырылды. Жеңімпаздар анықталды. Биылғы жылы жұмыстарын бастайды. Аяқталу мерзімдері 2017 жылы. Ауылдық округте бүгінде 2 мектеп, балабақша мен дәрігерлік амбулатория жұмыс істейді. Жаңақоныс ауылындағы 600 орындық орта мектеп өткен жылы ғана пайдалануға берілді. Қазір мұнда 1306 бала білім алады. 106 мұғалім жұмыс істейді. Заман талабына сай салынған білім ұясында спорт зал, 200 орындық асхана, музей, кітапхана бар. Әрі 2 компьютерлік және физика, математика пәндеріне арналған лабораторияларда жұмыс жасап тұр. Бұған дейін балалар ескі ғимаратта оқып келген еді. Биылғы оқу жылында 7 мұғаліміміз шығармашылық шеберханасын ашып, өз жұмыстарын облыс, республика, қала деңгейінде насихаттауда. Соның ішінде 2 мұғаліміміз облыстық деңгейдегі шеберхана жетекшісі, 5 мұғаліміміз қалалық деңгейдегі шеберхана жетекшілер болып табылады. Оның ішінде 2 мұғаліміміз апробация бойынша облыс көлемінде мұғалімдерге әдістемелік көмек беру мақсатында жұмысын жүргізіп жатыр. Міне мұның барлығы біздің тәуелсіздігіміздің тұғырлығының, тәуелсіздігіміздің жемісі деп білеміз. Осындай зәулім ғимаратта оқып жатқанымыз тәуелсіздіктің арқасында. Қазіргі таңда осы Ақтөбе қаласында, яғни қаншама мектептер салынып жатыр. Сонымен қатар осы Новый орта мектебіне тоқталсам, барлық жағдай жасалған. Осы мектепке қол жеткізудің арқасында көптеген жарыстарға қатысуға мүмкіндік туды. Сол жарыстардан жеңіспен оралып, мектебіміздің абыройын көтеріп жүрміз. Жаңақоныс ауылының көшелеріне қазір жаяу жүргінші жолдары салынып жатыр. Мәселен, Абай, Комсомол көшелеріне қиыршық тас төселді. Көшелер жарықтандырылды. Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша спорт және балалардың ойын алаңдарына құрылғылар сатып алынды. Халықтың да әл-ауқаты жақсарды. Елді мекеннің осылай көркейіп өсуі Жаңақоныс ауылының тұрғыны Сағынай Құсайыновтың көз алдында. 70 жастағы қария мұнда 1992 жылдан бері тұрып келеді. 50 жыл өмірін ауыл шаруашылығы саласына арнаған. Зейнеткер ауыл өміріне, қоғамдық іс-шараларға белсене араласады. Қазір ол ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Бүгінгі бейбіт өмірді қария қазақ елінің тәуелсіздік жылдарындағы барлық жетістіктерімен байланыстырады. Ауылдың осы 25 жылда үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Көптеген осы мемлекеттің дұрыс саясатының арқасында біздерде мынау мектеп салып берді. Балалар бақшасын салып берді. Және де осы басқа да мынау су, газ бәрін кіргізді. Қазір мінекей көшелерімізді қарап жатыр, істеп жатыр. Ал 2012 жылы ашылған Балбұлақ балабақшасында қазір 220 бала тәрбиеленуде, 42 адам жұмыс жасайды. Мұнда қазір 6 топ бар. Бүлдіршіндердің танымын арттыру мақсатында мектепке дейінгі ұйым жаңадан жабдықталған. Балабақша заман талабына сай жабдықталған. Балабақшада тәрбиелеу оқыту жұмыстарын жүргізуге ыңғайлы. Ауыл ішінде бұндай балабақшалардың көптеп ашылуы ел тәуелсіздігінің арқасы. Бүгінде ауылдық округте мемлекеттік бағдарламаларда сәтті жүзеге асуда. Құлан, алтын асық, сыбаға және жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламалар арқылы мемлекеттен несие алып, ісін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер де бар. Новый ауылдық округі 26 мың гектар жері болатын болса, осының 16 мың гектары ауыл шаруашылық құрылымдарының жері. Ауыл шаруашылық құрылымдары осы жерді мақсатты игеріп отыр. Ал қалған бөліктерге жеке тұрғындарға тұрғын үй құрылысын салу үшін жер телімдері берілуде. Сондықтан селолық округ өзінің жер көлеміне, мүмкіндіктеріне байланысты мал басын өсіріп отыр.
Бүгінде Новый ауылдық округ бойынша 19 шаруа қожалығы, 8 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, бір өндірістік кооператив тіркелген. Басым көпшілігі мал өсіріп, өнімін өңдеумен айналысады. Соңғы жылдары жаңа қоныс ауылында шағын және орта бизнес қарқынды дамып келеді. Оған дәлел зәулім кәсіпкерлік нысандарының бой көтеруі. Мәселен, қазір ауылда 40-тан астам дүкен, 80-нен аса шағын және орта бизнес құрылымдары жұмыс істеп тұр. Нәтижесінде жаңа жұмыс орындары ашылды. Бұл ел тәуелсіздігінің жемісі дейді ауыл тұрғындары. Жұлдыз Алмасқызы, Мерлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.